Тіршілік болған жерде мәселенің туындайтыны заңдылық. Дегенмен ауданда атқарылып жатқан жұмыстарды жоққа шығаруға болмас. Осы ретте біз сіздерді алдағы уақытта ауылдарда жүйелі шешімін тапқан мәселелермен таныстыратын боламыз. Бүгін Ұмтыл ауылдық округінде атқарылған жұмыстарды көзбен көріп қайттық. Алдымен тұрғындардың пікіріне кезек берсек. Ал енді біздің мынау ауылдық округінде бірталай биыл жұмыстар жасалынды. Ол енді мынау ауданның әкіміне байланысты, ол кісі қолдап келіп тексеріп, мінекей мынау нелер тастарды төсеп, скамейкаларды орнатып, және мынау үлкен үйлердің қасында балалар алаңы сондайлар жасалынды. Бұл өзі үлкен жұмыс. Хочу сказать пару слов о нашем поселке Алмалыбак. 40 лет у нас был действительно бардак. Вот такой случай получился. Наш аким района подключились и помогли нам. И мы очень рады, что теперь у наших детей есть где поиграть. Но мы очень благодарны, что сделали детскую площадку. Наши жители очень давно мечтали просто. То, что асфальт заасфальтировали, все благоустроили. В общем, большое спасибо районному акимату, что выделили деньги на это. Биылғы жылы Алмалыбак ауылында Хабибуллин көшесі дворлар жасалды. Көп қабатты үйлердің ойын алаңдары жасалып бітті. Әлі біраз нәрселерін әлі жасайды. Мен Жалпақсай ауылында көп қабатты үйлердің благоустройствосы, ойын алаңдары жасалды. Содан кейін Жалпақсай ауылында Сатпаев көшесі, Ауызов көшесі жасалынды. Көлді ауылында 9 мамыр көшесі жасалынды. Келесі жылға біраз көшелеріміз бар. Алмалыбак, Көлді ауылында да көшелер жасалынбаған, сол көшелерді жасап бітіреміз деген ойда бар. Дачаға аудан әкімінің көмегімен 7-ші маршрутка жіберілді. Алмалыбак ауылында 600 орындыққа пристройкамыз ашылып, оқушылар сабаққа барып жүр бәрі. Қолданысқа берілді. Аудан әкіміне рахмет, осылай біздің Ұмтыл ауылдық округіне көп көңіл бөліп жатыр, жұмыстар атқарылып жатыр.